өз бөпелерін ұмытатын адамдарды қалай сипаттауға болады екен? Дегенмен мұндай сұмдық жағдайлар жиі кездесетін зат. Мүмкін біреулеріміз «Один дома» фильмін еске түсіргеніміз шығар. Мұндай жағдайлар тек кинода ғана емес, шынайы өмірде де болып отырады екен. Сіз Саяхат YouTube арнасындасыз. Қазір біз сіздерге жауапсыз ата-аналар өз балаларын ұмытып кеткен жағдайларды көрсететін боламыз. 2008 жылы Израильді көп балалы отбасы Парижға көшпекші болған. Әкесі мен анасы және олардың 5 балалары Израильдегі әуежайға сәтті жетіп, құжаттарды дайындап, әкесі мен анасы және олардың 4 балалары Парижге ұшып кеткен. Олардың 4 жастағы кішкентай қызын әуежай қызметкерлері Duty Free дүкенінде тапқан болатын. Олар билеттерді соңғы сәтте алғандықтан, олардың ұшақтағы орындары жан-жақта болған себеппен бөпе жоғалып кеткенін көрмей қалған. Бөпе өз аты жөнін білетіні жақсы болғаны, сонымен оны Парижге келесі күні тасымалдаған. 2015 жылы ақш-та әкесі мен 1 жастағы қызы алыс жолға барайын деген. 1 жастағы бөпемен алыс жолға машинамен бару қиын болғандықтан пойызбен бармақшы болған. Олар алдымен машинамен вокзалға келіп, әкесі машинаны кілтеп, пойызбен кетіп қалған. Біраздан кейін әкесі қызын машинаның артқы отырғышында ұмытып кеткенін есіне түсіріп, полицияға қоңырау шалған. Полицейлер тез арада машинаны тауып, бөпені машинадан шығарған. Біраздан кейін қыздың әкесі де таксимен келген. Бақытқа орай сол күні қатты ыстық болмағаны, өйткені статистика бойынша жыл сайын ақш-та машинада ұмытылып 30-дан астам бала өліп жатады. Ал осы оқиғада анасы баласын балалар креслосында ұмытып кеткен. Бірақ машинада емес, ал сыртта. Анасы баласымен супермаркеттен шығып, баласын жерге қоя тұрып, азық-түлікті машинаға жүктеген. Бірақ өз бөпесін супермаркеттің тұрағында ұмытып, өзі машинаға мініп кетіп қалған. Тек үйіне жетіп азықты түсіріп жатқанда ол баласын ұмытып кеткенін түсініп кері оралды. Бірақ сол жерде оны супермаркет қызметкерлері мен полиция күтіп отырған. Күннің бір күндері қала ортасындағы ресторанға мас адам мен оның қасындағы кішкентай қызы кірген. Әкесі қызына гамбургер алып, ал өзі ішімдік ішкен болатын. Бір уақытта әкесі танымен үйінде ұйықтап жатқанда оған әйелі звондап, қызымыз қайда деп сұраған. Ақыл есіне келген әкесі оны кеште ресторанда ұмытып кеткенін есіне түсіргенде сол ресторанға барған. Бірақ оның туған қызы оны полиция учаскесінде күтіп отырған. Әкесі өз қызын тек протокол толтырғаннан кейін алып кеткен. Ал келесі оқиғада әкесі өз бөпесін ешқайда да ұмытқаны жоқ. Ол өз қызымен үйіне келіп, есікті ашайын деп жатқанда үй ауласына 3 қылмыскер тоңаушылар кіріп пистолетпен әкесіне жақындаған. Әкесі қылмыскерлермен сөз алмасып, жайлап көше бойына жылжып, ең қолайлы уақытта зытып кеткен. Ал 3 қылмыскерлердің қасында оның 3 жастағы қызы қалғаны оны мазаламағаны сияқты. Алайда тоңаушылар осындай жағдайда не істерін білмей, есік бәрібір жабық, қасымызда бөпе тұр, ал үй иесі көмек шақыруға кетті деп, сол жерден олар да қашып кеткен. Әзірге болды. Біз сіздерді белсенді болуыңызды сұраймыз. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарияда мінездеріңізді қалдыруға шақырамыз.